Алаға шығып кету енді ол қашып кету деген сөз ғой. Ол жақсы. Ана жұдырықты алып жүгіргеннен жақсы. Немесе мына суды жаңа бетіне шашып, немесе лақтырып болмаса бірдеңені сындырғаннан шығып кеткен жақсы. Сонымен салыстырғанда. Бірақ ол қашып кету деген сөз. Ел ағалар осыған шақырып жатыр ғой бізде біраз адамдар. Шығып кет әйелің ашуланып басылған кезде келесің деген сияқты. Ойлаңыз. Ал бұл әлсіздік. Енді жігіттердің түсінігімен алып қараған кезде екеуміз келе жатамыз да. Қажымұқан мырза екеуміз келеді. Сөйтіп көшеде бір топ жігіт шығады ғой, екеуміздің ана қарсыластарымыз. Сосын мен Қажымұқанға айтамын. Өзіңіз көресіз ғой жаңағы. Деп кетіп қалсам, не болады? Қандай түсінік болады сізде? Маған қатысты. Мен қашып кеттім ғой. Жалғыз қалдыңыз. Сатқындық. Сатқып кеттім ба сізді? Лақтырып кеттім ба қазір көшенің тілімен айтқанда? Қыз баланың көзінде сондай ғой. Оның эмоциясы қайнап атқан кезде сіз қашып кеттіңіз ғой. Қазір өзіңіздің отбасыңыздағы жағдайды анықтау үшін арнайы дайындалған тест бар.